Бүгінгі біздің тақырып қазақ тілі пәнінен қорытынды аттестацияда эссе жазудың өзіндік спецификасы. Енді емтихан жұмысының сипаттамасына келетін болсақ, оқылым және жазылымға 1 сағат 20 минут уақыт беріледі. Емтихан жұмысы өткізілетін тақырыптарға сәйкес келетін 2 мәтін үзінділермен жұмысқа негізделеді. Ол мәтін берілген 2 мәтін, А мәтін және Ә мәтіні 400-450 сөзден тұрады. Ал білім алушылар осы мәтіндегі үзінділер негізінде 170-200 сөзден тұратын жазба жұмысын эссені орындайды. Максималды балл 20 балл. Осы эссені бағалаудың үлестеріне келетін болсақ, бағалау міндеттері жаңағы коммуникативтік құзырлылыққа 10 балл, тілдік құзырлылыққа 10 балл беріледі, барлығы 20 балл. Енді балдардың пайыздық қатынасына келетін болсақ, 0-ден 7 балға қанағаттанарлықсыз, 8-ден 12 балға қанағаттанарлық, 13-16 балл жақсы, 17-20 балл өте жақсы деп бағаланады. Енді осы эссені қалай бастайды дейтінге болсақ, бұл 4 кезеңнен тұрады екен. Бірінші кеңес, ең бірінші эссені жазуды бастамас бұрын идеяны тұжырымдап, мақсатты анықтап, жұмыс үшін ақпарат көздерін тауып алу керек екен. Екінші, еркін жазу әдісін қолданған жақсы. Оның мәні болып жатқан нәрселерді миға редакциялаусыз және пунктуация, стиль секілді ережелерге бағынбай-ақ жазуда бастау керек. Бұл шығармашылық дағдарыспен күресуге және керемет идеяларды табуға көмектесетін тамаша тәсіл. Үшінші кеңес, кіріспе бөлімге тоқтап қалмау үшін алғы сөзді негізге бөлім жазылғаннан кейін де жазса болады. Бұл жағдайда эссенің не туралы жазылғаны түсінікті болғандықтан кіріспені жазу оңайырақ болады. Төртінші кеңес, эссе жазудың барынша кеңінен тараған танымал нұсқалардың бірінші сұрақтан бастап, оған жауап жазу. Енді эссенің құрылымы неден тұрады десек, бірінші кіріспеден тұрады. Кез келген жазбасы жұмыс секілді, эссе де бірінші кіріспе бөлімнен тұрады екен. Жақсы жазылған кіріспе оқырманның қызығушылығын оятып, эссені аяғына дейін оқуға қызықтырады. Кіріспе бөлімде мәселенің тұжырымдамасы және оның маңызы, риторикалық сұрақ, дәйек сөз болуы мүмкін. Сондықтан ерекше эмоционалды түрде ойлана отырып оқырманды қаралатын мәселеге алып келу маңызды. Негізгі бөлім. Бұл негізгі бөлім бізде басты бөлімде қарастырып отырған мәселе әртүрлі көзқарастар келтіріп, мәселенің тарихын қозғауға болады. Әдетте негізгі бөлім әрқайсында 3 бөлім болатын бірнеше тармақшалардан тұрады. Тезис, яғни дәлелді пікір, дәлелдеу, тезисті дәлелдеу үшін пайдаланылатын дәлелдер, және тұжырым, негізгі мәселеге ішінара жауап. Дәлелдер оқырманды қандай да бір көзқарастың шынайылығына сендіру үшін айтылған пікірлер болып табылады. Бұл өмірден алынған түрлі жағдайлар, ғалымдардың пікірі, дәлелдемелер тағы басқа болуы мүмкін. Жаңа айттық қой, негізгі бөлімде дәлелдеме болады деп, яғни ол келесі ретпен жасалуы мүмкін. Пайымдау, түсіндіру, мысал, қорытынды пікір, тұжырым. Енді эссені жазу үшін мынандай кеңестер берер едім. Эссе жазу кезінде қысқа фразаларды ұзын сөз тіркестерінен кезектестіріп қолдану керек. Бұл жағдайда мәтін оңай оқылуға жеткілікті серпін болады. Эсседе күрделі және түсініксіз сөздерді қолданбаңыз. Әсіресе сөздің мағынасы шала таныс болса. Мүмкіндігінше жалпы сөйлемдерді аз қолданыңыз. Эссе автордың жеке басын көрсететін бірегей жекелеген жұмыс болу керек. Әзілді өте мұқият қолданған жөн, өйткені сарказм, дөрекілік оқырманның ашуын келтіруі мүмкін. Жеке тәжірибе, естеліктер мен әсерлерді көрсету өз көзқарасыңды және оқырманның сенімін растаудан тамаша тәсілі. Тақырыпты және негізге идеяны ұстаныңыз және одан ауытқымай, қажетсіз мәліметтерді сипаттаудан аулақ болған жөн. Эссені толығымен аяқтағаннан кейін, баяндаманың барлық жерінде ойдың дұрыс жеткізгеніне көз жеткізу үшін оны қайтадан оқып шығыңыз. Эссені деректер мен зерттеу нәтижелерін пайдалана отырып жазу сенімділік танытудың керемет мүмкіндігі.